Все знают меня зовут Кожа, а мало кто знает о его картине «Тревожная утро». Қилы кезең фильмі туралы біреу білсе, біреу білмейді. Туынды азаттықты аңсаған кеңес үкіметі билігінен бас тартып, жаңа өмір бастағысы келген ата-бабаларымыз жайында. 60 жылдары мұндай батыл қадамға бару оңайға түскен жоқ әрине. Сол кездері бұл киноны көбісі түсінбеді. Қазірде түсініп жатқандар шамалы. Қилы кезең Абдолла Қарсақбаевтың қолға алған күрделі әрі қиын жобасы болатын. Көркем туынды түсіріліп біткеннен кейін де біраз қиянат шекті. Фильм көпшілікке ұсынылған жоқ. Шыңғырып тұрған шындығы бар кадрларды кесіп тастады. 60 жылдары түсірілген кино тек тәуелсіздік алған жылдардан кейін ғана көрерменге жол тартты. Қилы кезең картинасы әкемнің тағдырына ұқсайды. Әкем көп балалы отбасынан шыққан, үйдің кенжесі, яғни 16-шы баласы. Үлкен ағаларының барлығы соғыс жылдарында бақилық болды. Сол кездері әкемнің тірі қалғанына таңғаламын. Ашаршылық кезеңін басынан өткерді. Біздің киногерлер ашаршылық тақырыбын қозғағылары келмейді. Ал әкем сол кездің өзінде аштық тақырыбын көтерді. Абдолла Қарсақбаев балалар фильмдерінің хас шебері. Оның «Менің атым Қожа», 6 жасар алпамыс атты туындылары атышулы халықаралық байқауларда жеңімпаз атанды. Аты жөнің кім? Чингачгук. Тынышталыңдар балалар. Олай болса, Чингачгук. Мен сенің жаңадан келген класс жетекшің болам. Ұқтың ба? Менің атым Қожа 1966 жылы Кандағы халықаралық кинофестивальде бірегей феномен ретінде биіктен көрініп, арнайы дипломмен марапатталды. Бір өкініштісі, режиссердің өзін Францияға жібермей, картинаны Канға Мәскеудің шенеунігі апарған. Я сам лично недооценивал. Өз басым әкемді қажетті деңгейде бағалай алмағандығыма қатты қынжыламын. Әкем кино өнерінің саңлағы, дарабозы. Мен әкемді мақтан тұтамын. Абдолла Қарсақбаев тек менің ғана емес, қазақтың мақтанышы. Алайда кейбір адамдар бұл кісі туралы және оның еңбектері жайында мүлдем хабарсыз. Абдолла 25 жыл режиссерлік өмірінде 11 толық метражды көркем суретті және бірнеше деректі кино түсірді. 1957 жылы түсірілген «Қазақтың халықтық қол өнері» атты деректі фильмі Монреальда өткен Экспо 67-де көрсетіліп, содан кейін оны әлемнің 50 мемлекеті сатып алған. Абдолла Қарсақбаевтың есімі берілген Қазақстанда 2 мектеп бар. Біріншісі Алматы облысы Жамбыл ауданында орналасса, екіншісі 1992 жылы Алматы қаласында ашылды. Ал Абдолла Қарсақбаевтың мұрасына арналған мұражай 2011 жылдың 23 қараша айында іске қосылды. Біз қазір Абдолла Қарсақбаев ағамыздың жеке дүниелері сақталған мұражайда тұрмыз. Мына ас үй жиһазын Абдолла ағамыз ең алғашқы қаламақысына сатып алыпты. Мынау жатқан төсегі, сусын ішкен ыдысы және өзі пайдаланған пердесі бар. Ең бастысы, мұндағы ең құнды жәдігер «Менің атым Қожа» фильмінің сценарийінің түпнұсқасы осында сақталған. Абдолла Қарсақбаев апталдай 3 ұлдың әкесі атанды. Үлкен ұлының, яғни Қайсардың анасымен Абдолла ағамыз Мәскеуде танысыпты. Ұлты еврей. Ортаншысының, яғни Нұрланның анасы Ильяс Жансүгіровтің қызы болған. Ал Тоқтардың анасы кино өнерінің маманы. Қазір Зейнет жасында. Ұлынан бөлек тұрады. Өкінішке орай Қайсар мен Нұрланның о дүниелік болғанына да біраз жылдар өтті. Абдолла Қарсақбаев туған күніне бір ай, бір күн қалғанда, яғни 31 тамыздың 1 қыркүйегіне қараған күні өмірден озды. Өмірде, өкініште кейін қалды. Ал 2 қазан айы оның туған күні болатын. Абдолланың еңбектері ұрпаққа қалдырған жауһар туындылары халықпен бірге мәңгі жасай бермек.